Ne? Неге? Стил. Китайский стиль ме? Ол деген не Не, бар? сен бізден қорқынышсың ба, брат? Жа Кімнен сақтанды? Кімнен сақтанды? Датаға сондай артын жауып үшін кипоп болып кетсең. Жалпы мынау Кипопты аудио ғой негізі. молодец. Ауылдан келіп. Қош келдің. Қош келдің арамызға. Күшті екен. Сайт демекші бүгін нені көрдің ма? Бразерстың рекламасы Астанада жүрді. Иә. Машина сол талқыланып жатыр да. Бразерс не екенін білесің ғой? Кім білмейді, бәрі біледі ғой. Логично білеміз. Ей, қой ағасы, не болды? Бразерс. Брат, бразерс дегенде. Бразерс бауырлар ғой, енді бауырлар. Қой деп сендер алып жатсыңдар ғой, не ол сонда? Бразерс деген бауырлар деген емес пе? Мағына білмеймін. Бразер. Сол Браза деген. Ей, сол не? Қай сен сақал. деп ойлайды білеміз. Сақал жоқ сен. Бразерс деген Браз істенді дейші. Бразерс Ерлердің ісі. Бразерс ба? Жол өтірік тағып алдым екен, шынымен сондай болайын деп Жоқ, отырмын. надпись солай жазылып тұр ма? Астында бірдеңе жазылған мен. Онда жақсы емес қой ол деген. Ол Ол болса реклама ғой, таза. Бразерс деген білмейтіндер үшін айтып кетейік, ол порно, сондай не деп аталады? Порно компания. Компания, үлкен компания. Сондай фильмдер түсіреді. Сондай, десең. Сондай компания фильмдер түсіретін, соны біздің Қазақстанда машина рекламировать етіп жүр дейсің бе? Бір машина. Сыртына жазған. Наклейкасын жабыстырып алған ғой. Қайда? Астанада ма? Астанада. Ол Драйвердікін жазсаң, мысалға, тағы 25% өзіңе не қосылады екен жаңағы. Автокөлікте жабыстырып алсаң, айына бір төлем жасайды да. Яндекста солай. Сонда Бразерс не төлеп жатыр. Зато сен ол машина Қалай беріп отыр? Немен беріп отыр десе? ол машина. таксисттарға енді анық қой енді. Еще таксист Тегін болса, апарып тастап отыр ғой біреулерді. ол таксиге ұялмаймын десін де, еще мінген кезде. Қалай? Ұялмаймын десін де. Таксиге ма? Такси мінген кезде. Еще ол машина сені айдайды. Сосын ол машинаның, сол Бразерстың артында отырасың ғой, таксидің, бірақ бүйтіп отыруың керексің. Бірақ ортасында артқы орындықта бірақ. Ол таксисттер бізде саясат туралы әңгіме айтады, біреу жаман дейді. Ана таксист не әңгіме айтады? Қызықтар маған. Жоқ, ол ақшасы таксиге тиын жоқ адамдар мінеді оған. Төлей алмайға түнде жүреді бірақ ол, ағай апарып тастайсыз ба? Ағай апарып тастайсыз ба дейтін еді апаратын. Логичный завершение болған сияқты осы. Плюс 20 болды. Қазір плюс 21-ден ғана былай қарай бұзылған ба? Еще номері 018. Алға бір Мадидің бүгін келгендегі үшінші түйчікісі бар, айтсын. Ағайын, номері 018. Сіздер қолдап қойыңыздар қайтайын, астына комментарий жазып, Мәди күшті айтты деп. Бұлар деген... Бразерс такси шақырайық Мәдиге. Мен сол таксимен қайтайын. 018 не үшін айтсын? Типа 18 плюс қой, плюс деген неге жазылмайды ғой. Тереңдер жатыр екен ойым Мен қазір. өтте қатты ойланып сөйлейтін адам негізі. Алыстан әкелесің ба? Жақсы кеттік. Ең... Жоқ, кетпедік дейсің. Напады маған. Бразерс асылша өзі бір жабу қиын сайт қой. Ол теманы жабу қиын шығар дейсің да? Жабу керек дейсіңдер ма? Бірақ оны біреу запрет қоятын шығар оған. Қарап Оны жатыр. қарастырып жатыр оны. Не үшін жүр ол қалада? Қалай Ол не таксиді бар ғой. Қарастыру керек Ол оны деген такси. дұрыстап қарастыру керек қой. Ол такси жапсаңдар ол қанша. Ай, бірақ бұл жаппайды ау. Не болып жатқан көріп жатса жаппайды ау. Әзір жақпайды ғой, әйелі қалада жоқтық қой. Просто оны инстаграмға салу ыңғайсыз болады. Егер шынымен жарнамалап отырған болса оны бір қолға алу керек. Иә. Жақсы, өзіміз елге оралайықшы. 200 теңге шықты. Тиындық. Деп оянып алсайшы. 200 теңге тиындық шықты. Енді бұл енді біздің құлдырау деген сөз ғой енді. Біздің ақшамыздың құлдырап жатқан несі ғой. Ертең, енді бір жағынан енді... Ертең сосын 1000 теңге деген тиын шығады. 1000 теңге дегеніміз кәдімгі 1 долларс болып қалады ғой. Типа 1 доллардың аржағында центтер бар ғой біздікі. А жаңа ғана 200 теңге, 300 теңге дегеніміз сол цент сияқты болып қалады. Қазір біреу айту мүмкін де жігіттер сақтап кеткен 200 теңге әңгімесін айтып отыр деп ше. Бір басқа тақырып көшті. Да, онда 10 теңгесін әңгімесі. Остроумный әңгіме болды ғой. Маған ұнаған жаңалық болды да бүгін. Павлодарда скорый жедел жәрдем қызметкерлері қардың кесірінен науқастың үйіне жете алмай 2 километр оны қолмен алып келген да, көлікке дейін. Жедел жәрдемнің Қызметкерлері науқастың үйіне жете алмай қардың кесірінен
2 километр оны қолымен көтеріп көлікке дейін алып келіп әрі қарай ауруханаға алып кеткен да. Баға сол дәрігер өздері де ауырып қалыпты 2 километр барғанда скорый шақыршы деген ба. Мен бар ғой, қазір көк туды желбіретейін деп тұрмын. Көк туды плотно желбіретемін, мына жерден ана аяққа дейін желбіретейін. Мынаның бәрі қозғалады. Неге деймін да? Мысалға, ол өзінің жұмысы ғой, вызов түсті, ауырып жатыр деп, барды, жол жабық екен, не істейді енді? Ауруды алып келу керек қой, вызов не болды деп сұралады ғой ертең. Мысалға, осы неде де, ана жақта да. Мысалға. Өзінің мамандығы ғой, қара енді. Бір желбіреді, әне, көрдің бе? Сөйтеді да, мысалы, оны барды, алып келді, жұмысын, ол өзінің қызметін атқарып жатыр, дұрыс па? Ойбай, батыр болу керек, мысалы, біреу суға батып барды, құтқарды, мысалға. Ойбай, осыған батыр беру керек, мысалы, самолет құлады, өткенде біреулер көмектесті. Батыр, мынау қазіргі заманның батыры. Неге? Барлығы солай болу керек емес пе? Ол негізі солай көрген адамгершілік емес пе? Ол деген біздің қазақтың бойындағы нәрсе емес пе? Анау алыстан көрінген адам біздің келіп қалар деп ет сала бермей ме? Отыр ғой бізде бір батыр. ол міндеті дегенде дәрігер жол ашу үшін міндеті бар. Орда қаншама міндеттер орындалған, дәрігер соның барлығы міндетін орындап отыр. Оны айтуға тұрарлық. Жақсы ғой. Мен просто айтуға тұрарлық қой. Кім болып керек болсаған дәрігер? Айтасың ғой, мен 4 жыл осы кофе жұмыста бірдеңе десе да, мен 4 жыл осы үшін оқыдым ба деген әңгімеді. Ана 9 жыл оқиды ғой осы. 2 километр жаяу жүреді дәрігер. Еще УАЗ дейсің да. УАЗ. Еще ол мәди водитель темекірді. Терезені ашпай кофе болушы. Еще есік ашылмайды. Скорый ана ауырып жатқан адам неме ауырып жатыр екен мысалға ше. Болмайтын бар. Ең соңында ма? Скорый шақырады ғой. УАЗдың ішін айта берейікші. УАЗдың ішінде бар ғой. Бәрі білетіндер бар шығар біздің. Мынандай ортасындағы моторы болады ғой, баяғыда білесіңдер ме? Жып жылы. Сосын мына жерде тиындырылып тұрады дәрінде. Сондай басында не бар, фонарик бар, бүйтіп қарайды. Дейді бұрылады. Мотор ішінде бар ма? Прожектор сияқты. Сосын ана өлең жүреді. Тат-тара-тат-тат. Тұмарып тұрады, үшпіршті ақ жол дейтін жазып мына Қытай билігі жаңағы вирус бар ғой, соны көз арқылы жұғатынын растады дейді. Вирус? Көз арқылы жұғады екен. Көзге тағып аламыз. Маған жұқпайды ғой. Маған көзге тақтырсын. Аузыңа таққан. Маған жұқпайды дейді. Сол үшін китайский сериалды қарамын. Маған жұқпайды дейді мына. Ғазиз, көз арқылы жұғады десе мына маған жұқпайды дейді. Еще длинный Көз маскасын киіп отырсың ба? Вторник признан самым продуктивным днем недели. Екінші оқу. Қазақшасы қалай? Дүйсенбі. Сейсенбі? Ең кәдімгі жайлы, табысты жайлы күн. Сейсенбі. Сейсенбі. Бізде самый продуктивный күн бізде суббота-воскресенье ғой, той болатын күндер ғой. Халыққа да сондай ғой. Мына продукттың кеше алдыңдар ма деп түсінбеймін. Тіке түсінетін болып тұр. Менің ойымша Магазиннен алғам. мына осы тема деген вообще гүл болу үшін Нұрболат Абдуллин парақшасын ашамыз ғой. Ашып талқылаймыз ғой үшін. Ойбай, ашып берейін онда. Оны қопартайық сосын келеміз. Араларында Нұрболинді оқитын мен ғана шығар, жігіттер. Так, соңғы фотосын қарасаңыздар, дәл қазір үлкен бір халатпен түскен көк. Сонымен не керек деп жазып қойыпты. Өзі кінәлі соңғы кезде кәдімгідей тек қана шортимен жүрген фотоларын жақсы. Нұрбат Абдуллин бар ғой. Короче, Байзақованың еркектері ғой. Ё-моё, кеше анау. Бір күн сәукелемен бүйтіп түсті. Астын қараш, кокоспен бүйтіп түсті кеше. Шырын құса мен, шырын. Кокос тоже шырын. Жоқ, Нұрболин байқайсыңдар ма, шет жаққа шықпай жүріп, жаймен стористе бүйтіп көрсетіп қояды, негізі бүйтіп салып ше. Ана жаққа шығып жәні кірді ғой, кәдімгі полный шешінді ғой. Оясын неге білесің бе? Мынандай ғой, студенттер мысалға ауылда жүреді, мысалға темекі шеге алмайды, я болмаса анда бара алмайды. Мектепте оқып жүргенде да, мектепте. Ауылдан қалаға келгендер, я болмаса қалада тұрып, Алматыға кеткендер, Алматыда тұрып, вообще шетелге кетіп қалғандар. Вообще любой өзінің кругынан шыққаннан кейін студенттер ләбіріп кетеді ғой.
жаңағыдай темекі шегеді әйдік еще әже жоқ именно 2 сентябрь күні ғой. қожа жоқ иә 2 сентябрь күні сөйтіп қуып кетеді дейді да ақам да сөйткен ғой ана жақта танитын ешкім жоқ қой деп айтатындар Мальдивға барып бұзылып кеткен ба? мальдивға барып менің ойымша Мальдив ол қанаттан қарап шешінген жоқ. Кішкене не істейін. Анша ыстық шығар может. Мен таңғалатын кім түсіреді біздің жұлдыздарды сыртынан сол сұрақ. ана сен бүйтсе примерно бар ғой бүйтіп тұрып ше халат шешіп бүйтіп я болмаса халатты бүйтіп ашып тұрып суға сүңгіп жіберді да бір кезде түсірді ғой енді ше ойлап отырмын да қалай болған ситуация түсірді ғой кадр күшті музыкамен монтажға салып жіберді да иә ең удачный кадр да соны түскен кезде болғаннан кейін ше бүйтіп қудыртып барды да бүйтіп лақтырып тастады да халат суға буф деп жүзді да бүйтіп нормально деп еді қалай шықты жүк Жоқ мысалға кокос қайда бірден тышта қойшы мына жерде келетін суға жүзіп жүрмін. бір елде кокос тағам болуы мүмкін ғой. Иә. Оны суретке түскенде ол елдің азаматтары да не істеп жатқан шығар. Неге біздің ұлттық тағамды қорлап жатыр деп ше. Кокосты былайынан қойып алып па? Сүт бар ішінде ішеді, жейді ғой соны. мүмкін ол күндігін именно мүжіне түскен шығар. Сол не үшін жоқ жауып қалған? кокостың ішінде сүт бар деп тұр ғой Не үшін жауып қалған білесіңдер ме? Не үшін? Оны алдында сол жаппай түскенде адамдар астына комментар жазды ғой, деді, сен тек емшек сенде ма деп. Сосын содан ұялып тұр ғой. Кокос бір жауып тұр. ертеңгі күні кокос ғой емшегінен Кокостың ішінде сүт бар дейді. Нұрболаттың ақ сүті деген болды. Нұрболаттың ақ сүті. Жоқ бәрі кім тағы көп шетел демалып жүр ма жұлдыздардың негізі? Иә, біздің жұлдыздардың бірақ баратын жері бар, ол Таиланд. Басқа фантазия жоқ. Бір жыл бара ма, екінші жыл қайттан сол жерге О, барады. неге екенін білесің ба? Потому Неге? что сен барып келген, допустим, сен барып келдің ғой. Иә. Мен көп жерге бардым ғой. Айтпақшы. Но көп жерге барды. Все, в общем. Так, басқа қалай тақырып па? Жоқ, кім түсіреді мына? Сол именно жұлдызды кім түсіреді? Кім түсіреді сыртынан? Әйелі, варианттарын айтыңдар. Әйелі. нұрболатты айтып отырсың да Жоқ, Жоқ, жұлдыздар, целый. онда администраторлар ғой көмекшісі Тойға администраторын бірге көбісі ертіп бармайды. жоқ, сен не айтыпсың ғой, шетел айтыпсың ғой, Иә? шетел. А тойдағысы ма? шыққан кезде А оны Шетелде қыдырып жүргенде де біреу түсіріп жүр ғой сыртынан. Сол кім ертіп барған? біреу логично А варианты әйелі, Б варианты ан жақтағы әйелі, который бойдақтарға, даже бойдақ емес деген тоже. С варианты бар. С варианты қандай? Классасы. жоқ Тимур деген. д варианты бар Д қандай? сол д варианты Просто тұрып пустой ма? Әйелі сол жақта бірақ түсіріп жібере қоясың ба? Кешудің бір қызы или ше? Кешудің составқа кірмеген қызы. Кешудің қыздар дейсің ба? Соны айтып, он может он мечтал, он негізі арман сол шығар, анша болмай шығар. мальдиваға бару ма Иә. жоқ просто не ойлайсың да жаңағы ғалым айтып отырғандай кім түсіреді деп отырсың ғой жақсы ал мысалға мен өмірде мынандаймын иә и суретке видеоға бүйтіп ойнатып түсемін да жаңағыдай да бүйтіп бір өзімнің бір жүрегімде мұң бардай бір терең қалың ойда жүрген адам сияқты түсіп сосын бүгінгідей күнделікті шаймен нанмен май жеп әңгіме соғып шай ішіп просто күліп отырған кейпін біледі ғой жаңағы түсірген адам оның ондай емес екен. инстаграмда ондай емес екен инстаграмда қандай өмірде ондай емес екен білет и анау жаңағы инстаграмдағыдай халықтың алдында солай танымал иә мысалы көрінеді өзін жаңағыдай ровно тап таза өйткен не осырмайды ол кісі отырса да еш шықпайды сондай деп көрсетеді өздерін халық ойлайды осы мына қарапайым қыздарда мысалы ер адамдарға қыздар ойлайды ғой жаңағыдай мына әйелі болсам деп те мысалға кей-поп жанрында болса да оларда шашы андай мындай қудыртқанмен өмірде ондай емес қой Иә. енді ол үшін білмеймін ол мысалға допустим келді кей-попқа қалайшы қазір өліп өшіп солардың қасында болсам екен деп армандап жүрген 14 жасар қыздар бар енді примерно одан төмен былай ала берейік ана қыз ананы армандайды
мисалга оның видеоларын карайт анау дейм видеода катты куудуткан жаңагыдай постоянно сол кийиммен ол ойлойт дейм осылай уктайт уктаган кезде сол камерасындагы бала оянат деп да на самом деле ауыз сасып быт шыт болуп оянат го адам сыяктуу да носкиде болмай носкиде болмай бир аягын көтөрүп алып аягы жүн болуп шай ішіп отурат да сонда үйлөнүп алып өлердей гашык болуп үйлөнүп алгандан кийин сонда ананы көрүп сонда нетпей калам ошол үчүн постоянно камера болуу керек мыкты монтаждайтын және камераны күчтөтүп жаңағы фык эткизип цвет берип әдемі кылып берсе сонда любой эркек армандайтындай болуп кала ма дейм да негизи адами кундулуктар го деп атканым го жигиттер бүйтіп көргің келіп айтыңдаршы осыны болот айтууга неси бар да звондайсыздар качка кирип турса мен де сөйтіп жүрер едім жігіттер мен качка кисем болмай олай жүрмес едім оған бір жақсы уағыз бар жіберу керек мен білмеймін олай жүрмес едім денем сондай айналып кеткен болса енді тыр жағынан полион менің жұмысшы ғой енді но денем пока бұйырса жетеді мен өйтіп жүрмес едім неге деп ұяламын деп қоямын мен де ұят бар егер де ол деген КН сияқты өзінің киім фирмасын ашса оны автоматически былай болады киімдер строить киіп түсіп кейін ол да еңбек қой шынымен качка берді сол суретке түсу үшін дайындалды качка берді өзін қинады диета ұстады Мальдивға барды суретке түсті достойно осы негізі бар ғой анау шетелге бір артистке қарап еліктеп әншілердің өнер адамдарының кәдімгі бір жартысынан көбісі негізі солай істейді негізі бір қалай еліктейді шетелдің артистері қалай киінеді мысалы да ол да жақсы олар да солай хотя ол шетелге қызық тұр ғой қазақстан ішінде тұрып қазақстан әншісіне еліктейтіндер ғой еще сен ладно қырғызстанға олар шетелде оқымайды оны айтпаса да түсінікті және есімін де айтпай ақ қояйық ұят болып қалар ернар айдар десе хэштег ернар айдар осы жерде бір қызықты жаңалық оқиыншы жоқ нұрболатты айта берші десе мысалы мына қазақ жігіт мальдивияға демалуға барған ғой деп қайтамыз ол емес не оказывается мен бір қызықты жаңалық оқыдым да просто өзім күлдім бірақ жираф туады ғой сол кезде баласы метр жарымнан құлап түседі екен жат тумайды екен олар солай тұрып тіке туа салады екен баласы жерден таяқ жеп өседі екен бірден сағат ете түседі екен жетіге дейін жерден таяқ жеп өседі деген содан шыққан да жоқ ол енді соңында мысалы бірінші басы шыға ма оның аяқ жақтары шыға ма мойны содан ұзарып кеткен шығар мүмкін бірінші басы қалып қояды бірінші аяқ жағынан бастап шығады содан кейін оны болса құламай түсуге ғой баласының өзі 1,5 метр шығар Индияда жаңа сөзіңізге арқау болсын иә Индияда бала туылған кезде нәрестені 15 метр биіктіктен лақтырады екен жерге нәрестені нәресте бар ғой нәресте кәдімгі бала туылады ғой 15 тұрған жоқсың ба? традициялары сондай 15 метрден лақтырады 15 метрден лақтырады оны бала жерге түседі ол деген қарағандай долголетие дейді да оның ұзақ өмір сүруіне сосын баланың денсаулығына кәдімгідей сосын андай успешный бақытты болуына өздері солай сенімдері бар екен традиция сондай сөйтіп оны бала құлап болғаннан кейін оны анасына береді екен міне балаң осындай бақытты болсын деп халқының 50% мүгедек әлем бойынша екінші орында ғой халық саны жөнінде кім? олар сондай дәстүр істей алады да олар ше рисковать біздің дәстүрлер кеше ғана қытай сияқты жаңа сол алып барады көмектесе олар мына қызық информация қараңыздар енді осы жерде көбімізді қызықтыратын шығар ромадан басқа или мадинадан басқа или ғайбеттен басқа или вообще десін әлемде троечниктар үшке оқитындар беске оқитындарға қарағанда өзінің мақсатына тез жетеді екен және жаңағыдай вероятность көп бастық болу ал беске оқитындар жаңағыдай бәрі енді болашағынан үлкен үміт күттіреді ғой оларда болашақта мынандай маман болады тағы басқа болады енді олар жолы болған жағдайда шығар деп ойлаймын бірақ олар мынаған үйреніп қалады екен келді мұғалім тапсырды тапсырманы уақытында орындады біреудің айтқанына бағынып үйреніп қалады екен жаңағы үшке оқитындар ешкім айтқанын тыңдамайтындар сол бірдеңеден бірдеңе құрастырып өзін ешкім тыңдамай соңында біреуді тыңдататын болып өсетін болып тұр ететін болады ғой үшпен оқығандар а беспен оқығандар өзінің біліміне сеніп дипломына сеніп отыра беретіндер бар алады ғой қай жаққа барады деген сияқты үшпен оқитын болсаң уже
живучий боласың ғой, таныс тамыр іздеп бастайсың, бақылауды біреуден көшіру керек қой хотя бы. Өйткені білесің бе? содан бастала ма? Общение басталады, отличие қыздармен да, ана беске оқитын қыздармен. бесмен оқитындар ешкіммен сөйлеспей ма? Ешкіммен сөйлеспейді олар. Сабақтарын дайындап келеді және көшіртпейді бір-біріне бүйтіп. Ішкі оқитындардың енді басқа не істейді енді? Риск қой, пан или пропан ғой болды. До конца. Болды ғой, мә, істеймін. Беске оқитындар сонда бізде көбісі мақсатына жетпейді. көбісі жаңағы бірдеңе іздеп жүргендер, Сол жаңа мен туралы айтып отыр. Сөйлемеймін ғой жаңағы. бірдеңе іздеп жүргендер аналар троечниктер да, жаңағы ешкімге көрсетпейтін отличниктер бүйтіп отырғандар кімдер қазір? Типа қазіргі саясатта кім деп аламыз соларды? Беске оқитындарды. Беске оқиды, ешкім көрсетпейді, анау енді Сонда таныстарымыз біздің депутат, президент, министрлер ешқайсысы барлығы бесмен оқымаған ба сонда? Жоқ, кісілер беспен Беспен оқыған. оқыған, Жаңа поколение айтып отқан шығар. Мен айта алмаймын олар үштен оқыған. Мен емес. сен нешеге оқыған? Мен оны танымаймын дейді. Менің атым Ром Роман. нешеге оқыдың мысалы? Мен гимназияда оқыдым. Иә, бірақ менде бір сабақтар менде 4 пен 5 деп айтам. Бірақ та 4 көбірек болды. Бір сабақ болды, 3, бірақ оның соңында түзетіп кеттім. Қай сабақ? Математика. Бірақ мен математикада мектепте ойладым, мен математика шығарылмаймын, мен тупоймен ойладым да мектепте. Бірақ колледжге барғаннан кейін бізде математика болды. Мен колледжге барғанда есеп шығара алатынымды түсіндім. Сен, значит, жақсы оқығансың, иә? Почти отличниктің ғой. Орташа енді. Көрдің ба? Ғалым, саған қарағанда везучий дейсің, успешный дейсің. Гәліп сен? Жаңа айтып тұр, мен туралы айтып отырсың. Мен туралы айтып отыр. Жоқ, мәселен, не демес, значит, енді оны оқымауға үгіттемейсің ғой, оқу керек қой, дұрыс қой. Мысалға, сенің қазіргі орның біз үшін мысалға зор деп. Мен мысалы аттестатым бар, бакалавр дипломым бар, және магистратура бар. Ары отырасың ба сәл? Кредитім бар дейді. Кредит жоқ менде. Давай. Мен мысалы үшке оқыдым. Сосын мына мәліметтен кейін мен бағамды үшке оқытамын. Жоқса ұрасың ба? Осыдан 4-5 алып келсін. осыдан 5 алшы. Сен баға ештеңе емес. Қазір баға өзгеріп кеткен ғой. Қазір баяғыда бағалар жоқ. Баяғыда бізде максимум 5 болды ғой. Расул дейтін неше алып кетті бір күні? 8 алып кетіп тұр. 8. Йоо, жұтып қалдым. 8 ба қызыл ойлашы. Ойлашы. Папа дейді, тұр дейді, не болды десем, сен маған айттың ғой, иә дейді. Не, 5 алсам, мен сені қыдыртамын деп дейді. Иә десем, давай сен мен бүгін плотно қыдыртасың, мен 8 алдым дейді. Неге 8 қойып берген ба? Бағалаудан 8 алдым дейді. Онда оны апайға үшке қалың кезінде. Жоқ, андай не болады? Жазуына мысалға ше, жазуына сосын түсінігіне деген сияқты, шығармасына деген сияқты болады ғой бір. 4-ке 4 деген сияқты. Я болса 5 грамотно почеркісіне или қатесіне бірдеңеге 5-ке 3 деген сияқты қоймай ма? Баяда болады ғой бізге. Сондай шығар десем, жоқ, ондай емес дейді. 8 алдым дейді, қоймайды. Потолок неше? Потолок 20 болып, сен балаң 3 алғандай болмасын. Астанада боран ғой, сабақ бір болады, бір болмайды да. 2-3 айдың бағасын бір қойып жүреді. 2 айдың бағасын. 2 сабақтың бағасын. Мен магазинде ұрысып жатыр, мен соған таң қалдым. Магазинде бір апа сестренкесіне ұрысып жатыр. Ана мұғалім қарындасы. Мұғалім сабаққа ұйықтап қалған, әбетте тұр. Мұғалім сабаққа ұйықтап қалған деген нәрсе. Әбет сағат 12. Сіңілсі мұғалім жаңағы бір 20-25 қыз ғой, сабаққа ұйықтап қалған. Оған күнәлі бағана 3-ке оққан бір жігіт та. Кешірім сұраймын. Тағы бір. Новый информация айтайын деп отырсың ба? Ол жігіт кешірім әшесір, бразерс. Алан 3-ке оққандар везучий болады, 8-ге оққандар не болады? Сұрақты қазір. Мен ше, маған таң қалам, қарашы я. Мысалға. 6 оққанда 6 болады. Мәдей? Мысалы, боран, аяз күндері мектепке, қатты аяз кездерде колледжге уже не болады да? Баруға болмайды деген сообщение келеді да. Бірақ садикке баруға болады. Қалай? Адам бес па? Жаңа лақтырған сияқты Өйткені олар садикке 40 градус аяздан тірі қалса, баланың бақытты болуына және жолы болуына бірден бір септігін тигізеді екен. Просто өйткені ғой садикке баратын балдардың өздерінің не жоқ қой. Короче, қазір 1-ші класстан 12-ші классқа дейін сабақ болмайды дейді ғой. Иә. Енді жақында уже 0-ден бастап деп шығатын болды қазір. 0-ойдан бастап 12-ші классқа сабақ болмайды деп. Сол ол не үшін шығып кеткен? Өткен бір кішкентай бала автобусқа мінген ғой.
сөйтіп айтқан ғой, ей бірінші класстан 11 классқа дейін сабақ болмай жатыр, сен неғып үшін десе мен нулевоймын дейді дейді. сосын нөл қосып берген ба? ой нулевой еще еще сол бала ғой. жоқ ол бала жалғыз болып жүрмапты еще сол бала сабаққа барғанда еще сол бала сабаққа барғанда 8 алып берген ғой. баласы ма? Педагог деген біздің әке шешелеріміздің айтуы бойынша біз ой, мұғалім деген ол кісілердің көзқарасында бөлек қой мұғалім. Еті сенікі, сүйегі біздікі деп тапсырады. Мұғалім деп қарайды. Ой, мынандай деген мұғалім бар, тұлға деп та, ұстаздың өзі тұлға. Қазір тұлғаны деген біздердің іздеп, іріктеп әрең тауып боламыз ғой, мысалға Инстаграмдан бір-екі жақсы әңгіме айтса, соны тұлға ма екен деп қаламыз ғой. Сол сияқты мұғалім, әрбір мұғалім тұлға болған. Біздің мектепте ондай тұлғаларды мен танимын, болды тоже. Мен соңғы жағына қарай біз оны бірақ тұлға деп бағаламаған екенбіз, қадірін білмеппіз мысалы. Тұлғалар болды, жоқ емес. Бірақ жас мұғалімдер болды. Қазір енді мынандай болып кетті. Университетке түсесің, мысалға мен ЕНУ-ға тапсырамын, тағы басқа Казгу Қазақстанда я болмаса шетелге кетемін деп жүресің қиялданып. Сөйтесің де сенің балың жетпей қалады, ол жаққа түспей қалады. Төрт университет таңдайсың ғой, соның үшеуін сол жаққа лақтырады да, біреуін на всякий случай түспей қалып атсам деп педагог болып түсе салады ғой. На всякий случай вариант. Ешқай мына өзінің мына үшеуі орындалмаса, мынаған түсе салам, значит, ол одан педагог болуға деген махаббат жоқ. Через не хочу. Через не хочу келіп тұр. Иә? Сосын Оқу керек по-любому. Оқу керек қой, по-любому. Иә, оқу керек, амал жоқ, оқиды, өтірік оқиды, басқасын оқиды. Сосын одан жаңағыдай желание болмағаннан кейін, онда арман болмағаннан кейін, мысалы сен КВНчик болуды армандадың, сен жақсы КВНчик болдың ғой? Мұғалім болуды армандайтын адам жоқ та? Жоқ, лучше үздік ойыншы болды. Арман бәрі орындала бермейді. Жоқ, сен чемпион болдың ғой. Мәселе вот, результат қайда? Кім қай жерде? Трошник чемпион болды. Жақсы көріп армандады ма мұғалімдер? Солай армандайтын адамдарды армандату үшін жаңағы оқушыларды мен мұғалім боламын, мен ғарышкер боламын дегеннің арасында мұғалім болған ғой арасында. Кезінде ғарышкер мен мұғалім теңестіріп тұр. Действительности, на самом деле ғарышкерде, ғалымда, шахтерде бәрі мынаған бас ет мұғалімге. Ол үшін мына қызықтыру үшін бүйту керек деп ойлаймын енді, мүмкін. өлең ғой жаңағы. Иә. Енді қара. Бүйту керек деп ойлаймын. Мұғалімнің зарплатасын 600 мың қылсын. Да? Мен 500 дейікші ал. 100 мың түсе қойын. Депутаттармен бірдей өкіп кетті деп қырып салар ертең 600 алады екен олар. Енді қарам 500 мың қылатын болса, уже және оқуға тапсырған кезде оның балы Казгуға, ЕНУ-ға тапсыратындардан биік болса, оған тек избранныйларды таңдалатын болса, біздің ұрпағымыз, біздің сенің, менің балдарымыз сол мықты педагогтардан оқып шыққан адамдар жаңа педагог болатын болса, онда жақсы. Бізде де енді қазір де айтпаймын, барлығына түгел шашпаймын, дымда жаңағыдай ешқандай армандамай бәрі сөйтіп түсіп жатыр деп. Арасында армандап түсіп жатқандар бар, ондайлар да бар. Және болашақта сондай бір жақсы тұлға болып қалыптасып, сосын сондай тұлғалар тәрбиелеп шығам деп жүрген жастар бар, аз. Енді көп болу үшін жаңағыдай зарплатты мұғалімдерден көтеріп жіберу керек та, бал оқуға түсуді оңай қылмау керек та, гранты мынандай қылып қою керек, жағдай мықты етсе, біздің мұғалімдеріміз білімді болатын болса, даже бізден өнер адамдарынан. Біздің мұғалімдер қазір Инстаграмда өнер адамдарын қызықтайды мысалға, басқасын қызықтайды. Бізде адамбыз ғой деп ақталады ғой, бірақ олардың миссиялары елдің миссиясы ғой, үлкен ғой олардың миссиясы. Сол форматта жүрген жоқ та негізінде. Солай болу керек деп ойлаймын, солай болсыншы, және осы ойымды где-то бір жерлерде қолдаса екен, без юмора. Мұғалімдердің жалақысы үлкен болса, Арифлеймен кім айналысады? Кім марсататын екен, кім нәске сатады да? Жоқ, шынымен бірақ жақсы жан. Мұғалімдер Арифлеймен айналысады? Сондай айналысып кеткен ғой, не істейді? Амал жоқ. Студенттерді алмасаңдар не қоймайын дейтіндер бір шықпайды. Сол заттарды алмасаң, бал қоймайын. бал қоймайды, баға қоймайды мысалы. Мысалы, Швейцарияда мұғалімдер... Бұдан бітіріп кетейікші, күшті әңгіме бар ғой? Мұғалімдер деген тұрмын. Да. Швейцарияда мұғалімдер 33 мың доллар зарплата алады. 33 мың доллар? Швейцарияға барып бір мұғаліммен үйленіп отыр. Сол ғой енді көрдің ба, біздер мысалы кейде ренжимізден мұғалім, балаңа мұғалім бірдеңе етсе, деп атылып шығатын заман болып кетті ғой мысалға, иә? Бала жанды болып кеттік та бәріміз. Мұғалімге баяғыдай аманатпен тапсыра алмайсың.
неге өйткені жаңағыдай ұйықтап қалып жатыр мысалы элементарный да ұйықтап қалады ол неге ұйықтап қалады ол өйткені айлығы аз шығар мүмкін сағаты аз шығар оны ұйқысынан оятатындай түнде пекарныйда жұмыс істейтін шығар ол мысалға өйткені Қосымша мұғалім жұмыста ма? оқушының алдында тұрғанда ол өзін нормальный киім киіп жаңағыдай ұялмай сөйлеу үшін мысалға алатын Екі ақшасы жұмыста айлығы жасайтын жетпейтін шығар мүмкін екі жұмыста жасайтын шығар түсіністікпен қарау керекпіз да енді жаңағыдай сен жаңағыдай не қылу керек та енді баланы сеніммен тапсыратындай болғаннан кейін олар действительно мен сенің айтқаныңа толықтай қосыламын өте күшті айттың дұрыс әдемі ой қозған мықты айттың қуаныш жаңалық осы жылдан бастап мұғалімдердің жалақысы бірнешеге өсті оларға жағдай жасалады ұстаздарға көп көңіл бөлініп жатыр өте Бөлінсе жақсы екен, өте жақсы енді сол ақша әлі де бөліне берсін бізге артық етпейді зарплата көтеріп сол ақшаға қосымша будильник алып ұйықтап қалмаса екен. мектепте тамақ тегін жейді иә биылдан бастап Сосын автобус бесплатно. да Для школьников қой да? жігіттер сосын ана нәрсені де қарау керек мұғалімдердің өзінің біліміне де қарау керек қандай мұғалім болса сондай оқушы шығады ғой одан мысалы ол нәрсеге де қарау керек мысалы мұғалім болды екен деп ол кез келген адам барады да заочно оқып дипломын сатып алып барып мұғалім болып кіріп жатқандар бар біздің ауылда бар ғой андай нәрсе көп новый келін ауылға түсе ма сол біздің ауыл кішкентай ауыл болды да көбісі мектеп қана болды да сол жерде қызмет жасайтын жер жұмыс жасайтын кімнің келіні түседі соның келін сол ауылға мұғалім қылып алады короче Иә. қазір ондай нәрсе де бар бойдан ғой. түскен келіндер бар ғой оған заочный диплом әперіп қояды сосын анау оқушы мұғалім жүреді сосын валеология дегенде жаңағы сабақтардан береді ал ас жетсе келіндер табақ ала қойыңдар давай асқа берейік бүгін жақсы өте әдемі отырыс болды рахмет мына енді келіп қонақтап жатқандарыңа осы проекттеріңе осы берекелі болсын көп ғайбат айтылмасын ішінде ұзағынан болсын аман болыңыздар мына артыңыздан ешкім жауаптамасын жаппасын деп жатыр жаппасын естіртіп отыратын жоқ сенің қоржыныңда бір алма мына жерде виноград тұр мынау виноград міне біліп отырмын ғой көріп отырмын ғой деп рахмет көп рахмет риза болдық келіп қуанттың кетіп қуант енді құрметті біздің YouTube каналымыздағы достарымыз бізге жазылыңыздар лайк басыңыздар қоңыраушаны міндетті түрде белгілеп қойыңыздар бұны салған уақытты жіберіп алмаңыздар жарай ма және де астына комментарий жазсаңыздар болады қандай да қызық бізді талқылаған осы қызықты сіздер талқыласаңыздаршы деп айтсаңыздар біз соны оқып байқап қалсақ алла нәсіп етсе осы жерде біздер талқылайтын боламыз біз сіздерді жақсы көреміз жақсы айыптай қойыңыздар сынай қойыңыздар ұрысыңыздар тағы басқа болсын бірақ ең бастысы біз ондай жігіттер емеспіз біз нормальный жігіттерміз ең бастысы боқтамаңдар ең бастысы боқтамаңдар енді бұл комментарийдің жүрегіне спокойно қабылдайды Нұрболхан өйткені оның астында деген постының астында 3000 4000 комментарий 10 мыңға дейін кететін комментарий конкурс кезінде 86 мың Галю екеуіне мәдиге бәрі ол әріп танымайды мәди бәрі біздер комментарийларды жүрегімізге алып қаламыз біз туралы жаман айтпаңдар біз сендерді жақсы көреміз және де бүгінгі біздің бағдарламамыздың демеушісі болған MacBook бұл негізі сөніп тұр